қандай әдемі көрініс. Қараңыздаршы. Және әртүрлі түстер орта теңізінде не жүрді. Кішкентай қалаларды өтіп жатырмыз мынау кішкентай скоростьпен өйткені бесплатный Порту ди Бортигера. Трасса. Хорошо. Смотрим, что это хорошо. Бордигера деген получается Қалашық, иә? қалашық кішкентай, иә. Оның шетімен өттік жаңағына. Получается. Мына жерде теңіздің түсі өте әдемі көрінеді екен. Мына көліктер жауып тұр. Хотя Сан-Ремоға келген жоқпыз әлі. Иә? Негізі Сан-Ремо үлкен қалашық, наверное. Иә. Мынау Бордигера. Просто Сан-Ремо бірдеңе сондай басқа бізде. Вентимилия өттік, значит, Бордигера өтіп жатырмыз. Бордигера. Алдымызда Оспедалетти болады. Содан кейін Сан-Ремо. Значит, мынау Бордигера қалашықты өтіп жатырмыз. Просто теңіздің түсі күшті көрсетейін дегенбіз. Туннельге кірдік, ештеңе көрінбейді. Қараңыздар, екі түс болып тұр теңіз. Бері қарай кішкене Ақшылтау, арман қарай Необходимо ма? Ала, да? Алашық полосалармен. Әдемі көрініс, достар. Сан-Ремоға бара жатырмыз. Вообще Геноя, но мына қалаларда. Ой, Геноя, иә, қазір сол. Бордигераны жаңа ғана өттік, енді Оспедателли. Сондай прям Италияның үйлері қызықты, сондай. Мінекей достар, Италияның жолдары, мотоциклистар, мопедта да жүре береді адамдар. Теңіз жағалауда үйлер, таулардың үстінде орналасқан. Достар, келесі видеоға дейін, ассалаумағалейкум.